Tsunami warning has been issued. Сәлем достар, және бұл видео қазақша мотивация рубрикасының сериясы. Өте көп уақыт шыққан жоқ осы рубрика, және бүгін міне қайтадан тірілтейін деп отырмын. Және бүгін біз 72 сағат туралы айтатын боламыз. 72 сағаттың ережесі. Бұл 72 сағаттың ережесі, егер сіздерде бір идея пайда болса, және сіз оны істегіңіз келіп тұрса, және ең алғашқы қадамды 72 сағаттың ішінде істемесеңіздер, онда ол идеяны тастаңыздар. Яғни ол ешқашан іске аспайды. Себебі сізде бұл идеяны аяқтау үшін сізге желание керек. Ал 72 сағаттың ішінде алғашқы қадам істей алмайтын желание ол уже керек емес. Сондықтан басқа идея ойлануыңызға тура келеді. Менде де көп жағдайлар болды, және бұл тексерілген ереже. Және бұл ненің әсерінен? Бұл дофаминнің әсерінен. Және жоқ, бұл Надживаның альбомы емес, жоқ, бұл адамның ішіндегі дофамин. Және дофаминді ешқашан жоғалтпаңыздар. Және қазақша мотивацияның қалған серияларында қараңыздар. Ал бүгінгі видео аяқталды. Сенімен болған мен Дайреп мотиватор. Сау бол.